Сәлем баршаңызға, сіздермен Сандыгүл. Бүгін сіздерге қамыры қытырлақ болып шығатын, өте дәмді болып шығатын етті бәліштің рецептімен бөлісетін боламын. Жасау жолы өте оңай. Дәл осы видеоны соңына дейін қарап, және де менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сұрақтарыңыз болса, комментарий қалдырыңыздар. Міндетті түрде жауап беретін боламын. Ең алдымен ыдысымызға осындай бір кәсе жылы суымызды, және де дәл осындай бір кәсемен сұйық майымызды құятын боламыз. Одан кейін оның үстіне осындай шай қасықпен тұз және қопсысқышымызды қосып, жақсылап барлығын араластыратын боламыз. Жақсылап барлығы араласқаннан кейін қамырымыз жұмсақ қамыры иленгенше үстіне ұн салатын боламыз. Менде 400 граммдай ұн кетті. Дәл осындай жұмсақ болып шығу керек. Одан кейін үстін бетін жауып, ендігі кезекте начинкасын дайындайтын боламыз. Начинкасында менде фарш қостым, бір ғана картоп, және де капуста, жуа, татымына қарай тұз, бұрышын қосып, барлығын жақсылап араластырып алатын боламыз. Осы кезде пешімізді алдын ала қыздырып қоямыз. Ендігі кезекте табағымызды майлап алып, қамырымызды екі бөлікке бөлеміз. Екі бөлікке бөлгеннен кейін, дәл осылай мен үй жағдайында өзім қолмен осылай жайып шықтымын. Немесе оқтаумен жасаңыздар да болады. Өз қалауларыңыз бойынша. Осылай мен қолмен барлығын жайып шықтым. Жайып болғаннан кейін үстіне мына начинкамды дайындап қойған салмасын үстіне салып шықтым. Жайлап осылай қолымызды ретке келтіріп, үстін құттай басып, осылай жайып аламыз. Ендігі кезекте келесі қамырымызды дәл осылай мына қолымызбен жайып аламыз. Осылай қолымыздың көмегімен жан-жағына тартып отырып, дәл осы видеода да естіп, барлық жан-жақтарын естіп жинап шығатын боламыз. Осы кезде достар, пештеріңізді алдын ала қыздырып қойыңыздар. Осы қолымызбен басып жібереміз. Және де мен осы қолымның көмегімен 4 жерден осылай тесіп шықтым. Яғни бізде бәлішіміз тез пісу үшін осылай бөліп шықтым. Ендігі кезекте үстіне осылай жұмыртқамызды жағып, және де үстіне осылай дәмдеуіштер септім. Өз қалауларыңыз бойынша сепсеңіздер болады. Мен үстіне осылай күнжутпен макты араластырып осылай сеуіп шықтым. 180 градус температурада 45 минутта пісіріп аласыздар. Міне достар, осындай болып шығады. Жасап көріңіздер. Дәмі өте дәмді, қамыры күшті болып шығады. Самсаң қамыр сияқты қытырлақ болып, тәтті болып шығады. Отбасыларыңызға міндетті түрде ұнайды. Видеоны соңына дейін толық көргендеріңіз үшін рахмет. Сау болыңыздар.